спорт түрін айтсам, сендер быстро догадайтесь, поэтому... Қалай догадаймын? Как думаете сендер? Бүкіл спортшы қыздардың бәрін таниды деп жатсыз ба? Енді сен жаңағы әңгімесіне қарағанда баскетбол бой ұзын сондай қыз. Волейбол болуы мүмкін. Волейбол болуы мүмкін. Штанга ма әлде? Точно штанга емес. Жүзу. Ватерпол. Шай құю спорты. Ондай бар ғой бізде. Мастер спортшылар бар одан. Қазақтың кез келген қызы мастер спорты бар. Подсказка беріп тұр. Аха. Егер қазір спорт түрін айтып қойсам, сендер танисыңдар деп тұр. Демек, ол танымалы спортшы қыз болып тұр ғой. Майя Манеза. Жоқ. Ондай спорт емес, өте керемет спорттың бірі. Енді өзім айтайын, сендер қиналмаңдар. Балет па, гимнастика? Балет, гимнастика емес, ол енді бокс. Интрига болып жатыр достар. Дәл қазір Қуат өзінің сүйіктісінің атын айтпақшы кім екенін бізге намек тастап айтып жатыр. Меніңше енді сүйіктім деп айта алмаймын, бірақ маған шет жағынан ұнайды, өзі иманды, өзі спортшы. Болашақ мен жаңағы мен әкем сияқты ертең мен балам менің де мазамды алмау үшін маған бой ұзын әйел керек. Ол жаңағы өзіміздің белгілі спортшы, волейболшы Сабина Алтынбекова. Ничего себе! Я думаю, у нас будет хороший чемпион. Мына вкусно айтса мынаны, а? Так что я думаю, что после подписания UFC уже ол қыздың артынан біраз жүгіретін сияқты. Той жасасаңдар, потологы биік той ғана таңдаңдар онда. Достарыма айтып қойсам, достарым айтып қояды, егер сендер екеуің үйленсеңдер, сендер Дэвид Бекхэм мен Виктория Бекхэм сияқты боласыңдар деп. Қазақстанда. Сендер асасыңдар одан. Мына информациядан кейін басқа ештеңе керегі жоқ қой. Осыны ғана қалдыру керек болды ғой. Шынымен Сабина Алтынбекова біздің ол сыртта жүрген жоқ пе? Әлде Қазақстанда ма? Сыртта жүрсе де қарамайды ғой оған. Ол да спортшы, мен де спортшы. Екеуміз бір-бірімізді жақсы түсінетін сияқтымыз. Өйткені мен ол қыздың басқа біреуге күйеуге шыққан көзіме елестете алмаймын. Өйткені ол өмір бақи спортта жүргеннен кейін ол андай спортшы емес адамға күйеуге шыға алмайтын сияқты. Мынаны естігеннен кейін басқа жігіттің желаниесі жоқ шығар оған. Бычыт қыстау ғой кәдімгі басқа күйеуге шыға алмайды. Жоқ, бұл махаббат қой. Басқа жігітпен елестете алмаймын. Демек өзін ғана елестетіп тұр ғой сонда. Айтып отыр ғой, мынаны естігеннен кейін басқа жігітті елестете алмайды уже болды. Желание жоқ қой мынандай соперник емес еткен ол. В общем, сол енді UFC-ді подписанияны күтеміз. Сол UFC-ге контракт отырғаннан кейін сол Сабинаның әке шешесімен танысу керек болып тұр ғой. Қалай танысып жүрсіңдер, қалай сонда? Ана бұған дейінгі әңгіменің бәрін сыпыстауға болады. Дезинфектор, не болды анау? Спорт. Енді бірінші рет оны жаңағы осындай бір бағдарламада бір түсірілімде екеуміздің бірге түскен фотомыз да бар. Сол кезде жас 17-де болды. Сол кезде бір случайно кездесіп қалғанбыз сондай бір съемкада. Содан кейін жаңағы инстаграмда шетінен сыртынан бақылап жүрмін, жаңағы бір-екі рет сөйлескен болатынбыз, жаңағы оған да жанкүйерлер айтады екен, оказывается, сен нағып осы Қуатқа күйеуге шықпайсың деп маған да айтады. Жаңағы жанкүйерлер айтады, Сабина деген қызды қарашы, әп-әдемі нағып соған үйленбейсің деп. Солай в общем. Қалай болмайды? Мен ешқашан ойыма кірмес еді негізінде. Бірақ спортсмен керемет өте әдемі жұп деп ойлаймын да. Мен балаларымды айтсаңдаршы, ондай балалардан ертең ел намысын қорғайтын, бойы жаңағы Сабинаның сияқты бойы ұзын, мықты жігіттер дүниеге келіп осы ел намысын қорғап жатса, ол нұр үстіне нұр емес па? Күшті ғой, иә. Болашақта келесі бойға сен мына 2 метрліктердің Сабинаны да алсайғасың ә? Негізі мына бомба информация, достар. Соңында келіп осыны сұрайсам айта салайын да деген ғой. Енді ол менің жаңағы алдыға қойған жаңағы арман мақсатым ғой. Болашақта қалай болып кететінін бір Құдай біледі, бірақ енді осыған тырысу керек еді бұйырса. Қошеметтеріңіз, достар. Міне. Енді өз айтып отыр ғой, барған жер әйтеуір қызық, хайп. Мұның менің ойымша мына информацияда менің ойымша Қазақстанда біраз әңгіме тудырады. Қуат бақыт дейміз, жігітсің. Жоқ, тойда деймін де. Қуат достар бір, құдашалар ше, ұзын құдашалар